қазіргі кезде бізде екі исламдық банк бар, ол ADCB банк және Заман банк. Олардың жалпы банк секторында үлесі 0,5% бар. Ол енді өте төмен көрсеткіш. Сол үшін онда біз енді жалпы исламдық қаржыландыруды дамыту үшін шет мемлекеттің тәжірибесін қарадық. Ол Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар секілді елдерде. Осы елдерде бір банктік лицензия, сол бір банктік лицензиясында олар ол классикалық банктік операцияларын көрсетеді өзінің клиенттеріне және исламдық операцияны ұсынады өзінің клиенттеріне. Сол тәжірибені қарап, біз де осы универсалдық банктерге, универсал лицензиясына бар, Амбебап лицензиясының банктеріне сондай мүмкіншілік береміз исламдық терезе арқылы. Біз ойлаймыз енді қазіргі кезде 23 банк бізде Қазақстанда, оның ішінде 21 банк ол универсальный банктар, 2 банк исламдық банк. Біз енді универсальный банктерға сол исламдық операцияны жасауға, исламдық терезе арқылы жасауға мүмкіншілік берсе, жалпы сол исламдық операция жасайтын банктың саны көбейеді деп ойлаймыз. Несие пайызы азаяды? Несие пайызы азаяды, жалпы басқа банктың продукттарының бағасы төмендейді деп ойлаймыз.